Кеш жарық қадірменді көрермендер, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әйгерім Асқар қызы. Биылғы Дилмар шешендік өнер байқауының басты ерекшелігі алғаш рет тақырып сайыс үстінде берілді. Осылайша оқушылардың сөз тапқырлық қасиеті сыналды. Дода Абай атындағы республикалық дарынды балаларға арналған мектепте 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған еліміздің әр өңірінен 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққан 24 оқушы қатысты. Осылайша биылғы байқау жекпе-жек түрінде өтті. Әр екі оқушы берілетін жарты сағатта 4 кезеңге төтеп беруі тиіс. Додада ең алдымен сөздің көркемдігі, ойдың жүйелігі, нақтылығы, дәлдігі бағаланады. Нақтырақ айтқанда берілген тақырып жан-жақты ашылуы шарт. Сөз сайысына еліміздің әр өңіріндегі 8 бен 11-ші сынып аралығындағы оқушылар келген. Олар дәл осы республикалық додада бақ сынау үшін аудандық және облыстық сайыстардан сүрінбей өткендер. Байқаудың бас жүлдесі 150 мың, бірінші орынға 100 және екінші орынға 70 мың теңгелік ақшалай жүлделер табысталды. Жаңа Қазақстанның ұрпағын жан-жақты дамыған, ақыл парасаты, білімі, тәжірибесі, бабалардан қалған өнегелі өсиетті бойына сіңірген, бағалы бай мұрамен сусындап өскен және соны бүгінгі өмірде қолданып, келешек ұрпаққа насихаттап жеткізе алатын жаңа буын көшбасшыларды қалыптастыру. Шешендік деген жалпы көшбасшылықтың кепілі. Бүгінгі айтарым осы, жағымды жаңалықтармен жүздесейік. Республикалық Дилмар шешендік өнер байқауына қош келдіңіздер. Сөз қуалауға, қубастан қуырдақты бет алуға үйретпейміз. Көркем, жүйелі, нақты сөйлеуге, терең сөйлеуге, ұшқыр оймен сөйлеуге. Бұл республика көлемінде биылғы байқауға еліміздің 12 облысы мен 3 республикалық қаласынан 24 оқушы қатысып отыр. Арасында Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы да бар. Осы арқылы біздің байқауымыз танымалдылыққа айналды. Осы Дилмар шешендік өнер байқауының негізінде желілік Абай мектептері арасында 3 рет, студенттер арасында 2 рет, оқушылар арасында 5 рет, бүгінгі күні қоса есептегенде 10 рет республикалық деңгейде шешендік сайыс өтті. Сөйтіп, бүгінгі жас буынның шешендік өнерге деген, шешендік сайысқа деген қызығушылығы артты. Осы жолғы байқауға 1 миллион теңге қаржы бөліп, Ержан Қожахметов деген ағамыз қолдау жасады.